Құрметті достар, өздеріңізді Миновазин препаратының 1000 құпиясымен таныстыратын боламыз. Миновазин әр отбасының дәрі қобдишасында бар, бірақ оны қалай дұрыс пайдалану керектігін көбі біле бермейді. Сондықтан кез келген дәріханадан табылатын бәріне қолжетімді бағадағы дәріні қолдануда пайдалы кеңестер ұсынбақпыз. Радикулит кезінде мойынды, желке тұсын, омыртқаны майлаңыз. Бұл дертіңізді айтарлықтай жеңілдетеді. Ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде денеңізді майлай отырып, буындардағы тұздардың шөгуін толық емдеуге болады. Жүрек ауырғанда, бас ауруы, тіс мазаласа, құлақтың айналасына күніне 2 рет майлау керек. Аяқтарыңыз ауырып, мүлдем көтере алмайтындай болсаңыз, күніне 1 мезгіл табан мен тізелеріңізді майлаңыз. Нәтиже керемет болады. Миновазин құлақ ішіндегі құлықты тоқтатып, ауырсынуды және қабынуды жояды. Безеуге мини-компресс жасаған дұрыс. Оның көмегімен банкаларды қойып дезинфекциялауға болады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Егер бас ауруы мазалап жүрген болса, Миновазинді шекеңіз бен самайыңызға жағыңыз, әсері бірден байқалады. Миновазин геморройға да көмектеседі. Таңертең жуынып болған соң соқ саусағыңызға бинт орап алыңыз. Оны Миновазинаға батырып, тік шекті бір сүртіп майлап шығасыз. Қатты ауырады, бірақ шыдамдылық қажет. Осы процедураны 5 рет қайталағаннан кейін геморройды мәңгіге ұмытасыз. Сүт безінде ауырсынуды, шаншуды сезсеңіз, ауырған жерді дереу осы препаратпен сүртіңіз. Ауырсыну тез басылып, қабыну жойылады. Онкологиялық аурулар кезінде қолдануға болмайды.